Саламатсыздар. Алакөлдеміз. Ана толқын болады. Алакөлге келіп көргенде бар ма екен? Суы жақсы екен. Тұзды. Жақсы, шүкір Аллаға. Бүкіл қалғы сақылы ғой деймін. Жаздық демалыс. Уже жаздық демалыс күнін тәртісі бітті уже. Енді бір ай қалды ма? Келіп шомылыңыздар, тұзды шипалы ем. Анау неден толқын жасап жатыр. Қайықтармен ары бері жүріп. Ана кішкене ұшақтар ұшып жатыр. Оқты, қашырат. Ана жоғарыда тас тұр ғой. Остров сияқты болып. Ертең бұйырса сол жаққа барғанбыз. Катермен. Бүгін кеш болып кетті уже. Сағат қанша болды? 6 болып қалды ма? Сағат қанша болды? Мына экраннан көрінбей жатыр. Қазақша. Казак не татарский. Қазақстан. Суға түсіп жарып. Бұл Алакөл. Ертең батпаққа барамыз. Это озеро Алакөл. Ананы біреуіз кетіп баратыр ғой. Молодец. Круто. Арна қазақша арна келіп қойсаңыздар болады. Денсаулыққа байланысты сіздерге барлық ақпараттарды жазатын боламыз. Скоро видеолар дайындап жатырмын. Озеро Алакөл. Приходите. Сегодня погода 29-30 градусов показывает. Вода не холодная особо. Келерге заранее заказ беріп, брондап келмесеңіздер, орын таппай қалады екенсіздер, адам көп. Біз брондамай келген едік, бірақ орын табылды бізге. Қымбаттау жерден алып қойдық. Утабағадағы орындардың бәрі уже занят болып қалған. Камерам суып қалу. Қайт. Жаурады. Ұшарал емес. Алакөл.
Алакөл, Қазақстан. Друзьялар. Мына пицца тарады. Мен прямо эфирде отырмын да. Давай покажу. Нажми на нее. На видео сними. Өзіміз келіп шомыла берек қой. Осындай жер бар екенін айтып қойайын деп айтқам ғой. Жазғы демалыста келіп шомыласыздар. Nam yağım gözü. Keleşli keletimiz nam yağım. Не ол? Adam minib atыр. Өзін алып келсең болатын шығар походу да. Қара кетіп қалды ғой. Алар ма? Иә, территория анан несінен асты қарай түсіп та, жіпті. Соның үстімен шығып кетті ғой. Аңғара ана үшеуі кетті. Қайықтағылар вообще дерске болды. Ана не жаққа, остров жаққа барып келді походу, иә? Алакөл. Алакөл. Келгенсіздер ма? Алакөл ғой бұл. Алакөлге қалай келеді? Biz Алматыдан келдік, жай машинамен келдік. 6 сағат жол жүрдік қой. Через Талдықорған келдік. Через Талдықорған, одан Талдықорғанға дейін 4 сағат жүрістер, одан бері қарай 2 сағат. Жолда заправкілер аз екен. Әр жүрген сайын бензиндеріңізді құйып толтырмасаңыздар, адасып қалсаңыздар, бензин бітіп қалса, сосын жаяу жүресіздер. Заранее Үстіп алу керек. Үстісің, біз алмайша жүзіп үйреніп керек. Неде, бір апта жүзсің. Біраз салмақтасайын жақсың ғой. Тұз, су тұзды. Толқынды. Бүгін толқынды болып тұр енді, ертең қандай болатын. Өзенге, көлге барған кезде жан-жақтарыңызды қарап, суға батып жатқандар болса, суға тырысып жүріңіздер. Мына жақта құтқарушылар особо жоқ, отырмайды екен. Құтқарушылар жоқ, қарап отырған. Адамдар өз-өздерін қарап, өз-өздеріне сақ болмаса, өздеген тартып кетеді. Жүз алмасаңдар. Негізі бұл жаққа турмен де келуге болады екен, мен өзім бірінші келіп тұрғаннан кейін. Негізі заранее брондап алмасаңыздар, орындар бірақ бізге бұйырғаны орын сразу табылды, енді оның ішіне тамақ кірмейді екен. Білмеймін, ішіне кіретін гостиницаларда болу керек қашықтан. Олардың бағасы енді 25-тен жоғары болатын шығар. Минимальный бағасы айтып тұрмын. Біз алған жерде кірмейді екен. Жеке барып тамақтанамыз. Минимальный қанша десек болады. Енді бір күндігін айтайын қайта ба. Саңыздар, 5 жасқа дейінгі балаларға тегін тамақтарыңыз енді сол кәдімгі қалада ішіп жүрген бағамен бірдей екен бағалары. Оң жақ беті, сол жақ беті деген бар екен. Мен де бірінші келіп тұрмын. Сол жақ беті кішкене азанар екен да, ал оң жақ бетіне қарай барсаңыздар, ол жақтың қаттау дейді енді. Адамдардың айтуы бойынша. Ол жағына барған жоқпыз. Біз сол жақ бетіне келдік, бірінші келгеннен. Бұл жақта өте күшті көріп отырсыз ғой. Жағалауда тап-таза, тас төселген, әдемі екен. Бір күндік адамның тамағы, ішкілеріңіз келетін тамақтарыңыз, шайларыңыз, машинамен алып келіп, су салқын болып қалған сияқты уже. Может, бір шығамыз уже, иә? Жауырын алайық. Или кетіп қалма. Давай мен бір сүңгіп тұрайыншы.
айырмашылығы сол, оң жақта айырмашылығы қандай Нұрба? Ол жағы кішкене қымбаттау дейді. Кешенді? Енді мына жақ средний әдемі. Енді средний. Давай. Сол жақ беті кішкене қымбат емес. Оң жақ беті енді қымбат екен. Ол жағына бармадық. Примерно 200 мың алып кетсеңіздер жететін шығар. 200 мың, 300 мың, 2 адамға біз солай есептеп тұрмыз. Жоқ, ондай шықпайды. Мен түспеймін ба? Жоқ, мен есептемедім дұрыстап. Жоқ, ана жақтан тамақшамыз. Балықтар қаншадан екен? Сыртта бәрі әртүрлі нәрсе пісіріп сатып отыр. Сен өзің сөйлеп екенсің ғой. Болды. Тук-тук. Рум-тур жасайын деген ма? Сен көрсетсің. О, ничего. Все. Білмеймін, тағы да жоқ. Шадин екен. Сұрап сіздерге айтамын барлық ақпараттар беруге. Көрдім. Сіз өзіңізді баға берейін. Комментарийға жаза беріңіздер, алкоголь жайлы білгілеріңіз келсе. Сап беремін жазып демалысқа. Өткізіңіздер келіп, күшті екен. Өзіміздің Қазақстанның жерлері көрінетін. Вот фонтан. Көрсетейін деген. Негізі менің каналым денсаулыққа байланысты ақпараттар беремін. Диагноздарға байланысты. Бүгін сол демалысқа шыққанбыз. Соны естелікке тұрып қоймақшы едім. Осы жерде сақталып тұра берсін. Жақсы сау болыңыздар.